Қызылқоға ауданын газдендірудің бірінші кезең бойынша Орта Азия орталық магистральды газ құбырын аудан орталығы Миялы селосына дейін 16 елді мекен қамтылып, 65 әлеуметтік нысан, 3 мыңнан астам тұрғын үй көгілдір отынмен қамтамасыз етілген. Екінші кезең жоспары бойынша Мақат солтүстік Кавказ құбырынан Сағыз селосына дейін Жамансор, Жаңатерек, Кенбай, Мұқыр селолары табиғи газға қосылып, осы мақсатқа бөлінген 11,5 миллиард теңге қаржы игерілген. Қосымша Сағыз, Мұқыр селолық округтері бойынша барлығы 149 шақырымға селоушілік газ құбыры төселіп, 95 газ тарату шкафтары орнатылған. Газ құбырының соңғы нүктесі Сағыз селосында бүгін табиғи отын алауы салтанатты түрде жағылды. Жиынды ашқан облыс әкімі Берге Рысқалиев ауданның соңғы 4-5 жылдағы әлеуметтік экономикалық даму қарқынына тоқталды. Соңғы 5 жылда салынған мектеппен күрделі жөндеу жүргізілген мектеп саны 20-дан асып отыр. Материал база, техникалық базасы нығайып, бүгінгі күні бүткіл мамандармен қамтамасыз етіліп отыр. Бәрі интернетке толық қосылған. Биылда мына Жамансор селосында бастауыш мектептің құрылысы басталды. Осыны да бітіреміз деген ойдамыз. Халық денсаулығын нығайту үшін де біздің басты межеміз болса, соңғы жылдар ауданда кешенді қазіргі заман аппараттарымен қамтылған емхана салынды, дәрігерлік амбулатория салынды, 18 емдеу мекемесі күрделі жөндеуден өтті, аурухана да салынды. Мамандармен бүгінгі 78% мамандармен қамтамасыз етіліп отыр. Көптеген әлеуметтік нысандар кезегімен іске қосылуда. Оның ішінде почта, Қазақ телеком мүшелері бөлімшелері ашылып, барлық үйлер толықтай телефон орнатылды. Интернет желісі жұмыс істеп тұр. Халықты, жергілікті халық республикадағы және облыстағы жаңалықтармен уақытында танысып отыру үшін телеарналар эфирлері таратылуда. Халықтың денсаулығы мен салауаттылығының басты кепілі спорт десек, бұл бағытта да үлкен жұмыстар атқарылуда. Ауданда спорт кешені салынып пайдалануға берілді. Жаңа спорт залдар материал-техникалық база нығайтылды. Салада ілгерілеушілік көп. Жалпы халықтың спортпен шұғылдану еселеп өсіп келеді. Кәсіби спортшыларымыз да жүлделі орындарға ие болып, облыстың намысын қорғауда. 5 мектепте спорт алаңдары құрылыстарының жұмыстарын бастап жатыр. Бұларды жылдың аяғына дейін тапсырамыз деген ойдамыз. Бір айта кететін жай, осы спорт кешендері бос тұрмау керек. Жастардың, балаларын жаппай халықтың спортын шұғылдауымен ұйымдастыру қажет. Сондай-ақ алдағы 2 айда ұзындығы 124 шақырымды құрайтын Кереген Сағыз Жамансор топтық су құбыры іске қосылады. Аудан орталығы Миялы селосына селоушілік жолдар төселіп, Сағыз Миялы облыстық маңызы бар жол жөндеуден өтіп жатыр. 2010 жылы 17 шақырым жаңа жол төселіп, биыл жалпы ұзындығы 114 шақырымдық жолды толық аяқтау жоспарланып отыр. Сөйтіп ауданның ауыз су, табиғи газ, жол мәселелері толық шешіліп, аудан халқының әлеуеті мен тұрмысын көтеруге мол ықпал етпек. Қызылқоға ауданы ауыл шаруашылығын дамыту үшін қолайлы аймақ, сондықтан ендігі кезекте өңірде мал басын көбейту мен асылдандыру жұмысын белсенді қолға алып, халық арасында бұқаралық спортты дамытуға баса назар аудару керек деді облыс әкімі. Ауданда негізгі күнкөріс мал болып саналады. Алайда мал шаруашылығына қатысты біраз проблемалар бар. Ауданның алып жатқан 2,5 миллион гектар жердің 1 миллион астам ғана ауыл шаруашылығының үлесінде. Мал азығы да ең басты шаруа болып отыр бүгінгі күні. Асыл тұқымды мал басының олардың өнімдігін арттыру бүгінгі күні талабы. Мал басты өсімде бүгінгі күні азғантай болып отыр. Қызылқоға шаруаға қолайлы, малға жайлы, құнарлы жері бар аймақтың бірі. Кезінде жайлауы мыңғыраған малға егіндігі мол өнімге толы болған шаруашылықтардың болған ертегі емес, тәжірибе жоғалған жоқ. Бұл жұмыстар жүргізген мамандарымыз да бар. Бұл қолдан келетін шаруа, сондықтан бұл салада нақты жобалар керек болып отыр. Күн тәртібіндегі аса маңызды мәселе өңдеу саласын дамытуымыз қажет. Оның ішінде мал еті мен сүтін, терісі мен жүнін қайта өңдеуді қолға алуымыз қажет. Барға қанағат айтып, жайбарақат отыруға болмайды. Кәсіпкерлерге ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне қажет құқықтық, заңдылық, қаржылық кеңестер керек болса, жергілікті жерде оны да ұйымдастыру қажет. Баяндамадан соң облыс әкімі салтанатты жағдайда көгілдір отын алауын тұтандырды. Салтанатты жиынға осы ауданнан сайланған облыстық мәслихат депутаттары, басқарма басшылары, аудан ардагерлері мен жергілікті өкілетті орган өкілдері, Сағыз селосының тұрғындары қатысып, өз ризашылықтарын білдірді. Биыл тұңғыш рет қақарлы қыстан табиғи газбен жылынып шықтық.
бұл тіпті бұрын түске де кірмеген жағдай еді. Әсіресе әйел аналар, қыз келіншектердің қуаныштарын айтсаңызшы. Міне сол салтанатты шара соңғы мәре Сағыз өңірінде бүгін жалғасуда. Уәде орындалса ғана құнды дегендей, уәдені уақытында орындап, елбасының тапсырмасын мүлтіксіз әрі мезгілінде орындағандарыңызға үлкен рахмет. Ұлтын сүйген, елін сүйген азаматтар ғана өз елінен жақсылықты аямайды деген осы екен. Халықтың тілегі жақсы, үлкен қуанышты. Бұрын қи жағатын еді, одан енді жақпайтын болдық. Газ келіп тұр, суды қосайық деп жатырмыз. Жағдайымыз қазір пенсиядағы шалымыз. Жасымыз 80-ның бесеуінде. Денсаулығымыз жақсы, пенсиямыз аламыз мезгілінде. Біз енді ешқандай бұл демократия елге өкпеміз жоқ, қуаныштан басқа ештеңе де жоқ. Мен осы жердің туып өскен, осы Сағыздың тұрғынымын, батыр анамын, 14 баланың анасымын. Өмірімізде көрмеген рақатымызды көрейік деп отырмыз. 10 шелек көмір жақсақ, 20 шелек күл шығаратын едік. Осыны бастап, осыны өстелік деген басшыларға мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Жүрегіміз жарылып, ауру болсақ та сол рахметімізді айта келіп отырмыз. Енді ауылымызда қазір игі жақсы істер көптеп қолға алынуда. Біздер жол жақсы тегіс жол пайда болды. Жастарға арналған жаңағы спортпен айналысатын фолк салынғалы жатыр. Енді газ келіп жатыр. Барлық осы жақсылықтардың бәрі халық үшін. Біздер енді қуаныштымыз. Елбасына, бүткіл облыс әкіміне, ауданымыздың әкіміне алғысымыз шексіз. Егер болашақ болмайтын болса, бұл жерге осыншама халықты жинап, осыншама үлкен республикалық деңгейдегі үлкен жоба бұрын соңды болмаған газ келіп жатыр. Демек, болашақ жоқ жерде ауылға газ келмейтін белгілі. Сол себептен өзімнің туған ауылымның болашағы өркендейді. Және бұл ауылдан талай жақсы азаматтар шығады деп ойлаймын. Ең бірінші мемлекет басшысына рахметімді айтамын. Бүгінгі қуаныш, бұл мереке, бұл Сағыздың ең бір сонау жылдарда аңсап келген армандарын орындалу деп есептеймін. Ауылдың болашақ біз де ертең орта жас буынға айналамыз. Сол себепті біздің де кереміз, біздің артымыздағы ұрпақтарға керек екені белгілі. Салтанатты шарадан кейін аймақ басшысы Ұлы Отан соғысының ардагері 92 жастағы Шоқпаров Кешебай ақсақалдың шаңырағына барып, село бойынша осы үйде алғашқы болып жағылған көгілдір отынға куә болды. Мұнан кейін облыстың бірінші басшысы селода салынғалы жатырған дене шынықтыру, сауықтыру спорт кешенінің алғашқы тасын қалады. Бұл ауылдағы арнайы жасақталған тұңғыш спорт сарайы болмақ. Жоба бойынша 135 миллион теңгеге бағаланған ғимарат үстіміздегі жылдың желтоқсан айына дейін қолданысқа берілмек. Басталып жатқан спорт кешені құтты болсын. Осы жастар, осы балалар спортпен шұғылдану керек. Осы бағытта мына аудан әкіміне тапсырып отырмын. Үлкен жұмыстар атқару керек. Себебі мына жерде спортқа деген потенциал ауданда өте үлкен, білесіздер. Үлкен екен білесіздер, кезінде талай чемпион, әлем чемпиондары болды. Күрестен алдына жүріп, Қазақстан бойынша бірінші орын ешкімге бермеген екен болатын. Сондықтан бұрынғы бапкерлеріміз де бар, бұрынғы айтып жатқан мамандарымыз да жеткілікті. Осылардың бәрін қайттан кейін қарай шақырып, қолға алып осы жұмысты үлкен спорт кешендерін салып беруге, спорт кешені біткеннен кейін үлкен жұмыс бастауымыз керек. Бұдан да басқа, егер балалар үлкен елді мекен үлкейіп істемей жатса, мына ар жағынан кішігірім тағы да спорт кешенін салып береміз деп отырмын кішігірім. Жұмыс сапарының соңында облыс әкімі ауыл шаруашылығы кең қанат жая бастаған ауданның іргелі істерімен танысты. Жас қайрат тас шағыл өндірістік кооперативтерінің өрнекті қызметін көріп, аудан әкімінің өңірде мал басын молайту мен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары бойынша ұсыныстарын тыңдады. Бұл жұмыстар бір ай төңірегінде Махамбет ауданында өткізілетін ауыл шаруашылығы мәселелері жөнінде алқалы жиында пысықталатын болады. Олжас Әбдеш, Тілек Қабыл Ғұмаров, жаңалықтар қызметі.